Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен 5 минутта жасалатын оңай салаттың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге шұжық, асылған жұмыртқа, қияр, жүгері және осындай сухарики немесе кириешки қажет болады, және майонез. Ең бірінші шұжығымызды видеодағыдай соломка етіп турап аламыз. Сосын үлкенірек таза ыдысымызға саламыз. Енді қиярымызды соломка етіп турап аламыз. Сосын видеодағыдай асылған жұмыртқамызды турап аламыз. Сосын ыдысымызға саламыз. Үстіне консервідегі жүгерімізді қосамыз. Сосын сухарики немесе кириешкемізді қосамыз. Шамамен 2 ас қасықтай майонезімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен өте оңай жасалатын және дәмді салатымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.